Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздерге арнап қиярдан салат жасайын дедім. Қазір қиярдың сезоны, огородта қияр көп болып пісіп жатыр. Сондықтан да қиярдан үйдегі бар затпен жасалатын салат. Қиярымызды аламыз. Қиярымызды шығамыз. Қиярымызды жайлап тұздап аламыз. 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Суы ағады. Суы шығады, содан кейін шыққан суын төгіп тастаймыз. Енді сәбізімізді төрт үткіштен өткіземіз. Сәбізімізді әдемілеп үткіштен өткіздік. Енді қиярымыздың соғы шықса, соғын кішкене төгіп аламыз. Енді қиярымыздың соғы шықты, соғын ыдысқа бөліп құйып аламыз. Мынандай соғы шықты. Шыққан соғын алып аламыз. Енді сәбізімізді қиярымыздың үстіне қосып араластырамыз. Екеуін қосамыз. Сәбізімізді тұздаймыз. Кішкене ғана тұз себеміз сәбізіміздің үстіне. Енді бізге қажеті 9% уксус, 1 чай қасық уксус құямыз. Енді приправамыз саламыз. Корейский салатқа арналған приправа менде. Приправамыз саламыз. Sonra қызыл бұрышымызды саламыз. Қызыл бұрыш өздеріңіздің қалауларыңызға қарай саласыздар. Ашты жақсы көретіндер көбірек, ашты жақсы көрмейтіндер сәл аздау саласыздар. Осының үстіне чесногымызды құямыз да. Сұйық майымызды ысытып, осы приправалардың үстіне құямыз. Міне достар, майымызды қыздырып, осы приправаның үстіне құямыз. Укроп себеміз бетіне. Укропты да әркім әртүрлі жақсы көреді, сондықтан да әркім өз қалауынша. Кейбіреулер укроп жемейтіндер бар, жақсы көретіндер бар. Қалауларыңызға қарай себесіздер. Мінекей, өте дәмді салатымыз дайын болды. Бір 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Тұзы сіңіп, одан да приправасы тұзы сіңіп, одан да дәмді болады тұрған сайын. Мінекей достар, салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше